Бүгін пончик дайындаймыз. Жылы сүтке қант, бір жұмыртқа, ашытқы, ұн салып, қамыр илейміз. Қамырымыздың бетін жауып, 1-1,5 сағатқа жылы жерге қоямыз. Ашыған соң сәл ұн сеуіп жіберіп жаямыз. Жайып болған соң оны дөңгелектерге кесіп аламыз. Оны да бетін жауып 10-15 минутқа қоямыз. Сосын ортасын тесеміз пончиктегідей. Орташа қызып тұрған майға екі жағын пісіріп аламыз. Қатты қызып тұрмау керек. Пончиктеріміздің бетін ертілген шоколадпен жағып, кондитерлік посыпкалармен әсемдеуге болады. Ас болсын. Каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыздар.